Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен нағыз ұбытта келіп жатқан кейбір есептердің шығару жолдарын қарастыратын боламыз. Бірінші есеп: оқушының 5 асықтарды лақтырып, қағып алып ойнау. Ойыннан 7 кезеңде жинаған ұпайлары 7, 1, 8, 9, 26, 43 болды дейді. Ұпайлары жазылған реттілікте қандай да бір заңдылық сақталған, жазылмай қалған ұпайды табуымыз керек екен. Енді жазылмай қалған санын табуымыз үшін бізге 7-ден кейін 1 келген, я? Одан кейін 8 келген. Былайша айтқанда 7-ге 1-ді қосатын болсақ, 8, я? Былай болған. 7 плюс 1 тең 8. Келесі. 8-ден кейін 9. Былай алайық. 1-ден кейін 8 тұр, я? 1-ге 8-ді қосатын болсақ, бізде 9 болады. Ал енді белгісіз сан табуымыз үшін, значит, не істеуіміз керек болады? 8-ге қосуымыз керек болады 9-ды. 8-ге 9-ды қоссақ, 17. 17 деген вариант бізде бар, я? Дальше тексеріп көрейік. Келесі сан 26-ны шығару үшін белгісіз санға, яғни 17-ге 9-ды қосуымыз керек, я? 9 плюс 17. 17 қоссақ 26 шығады, я? Дұрыс. Келесі табуымыз үшін енді 17-ге қосуымыз керек болады 26-ны. Ол кезде 30, 43 болады, я? 43. Значит, бұл дұрыс екен. Біздегі жауап 17. Белгісіз санымыз 17-ге тең екен. Бір әзілкеш қойылымға әзілдің 10 түрін дайындады. Берілген уақыт кезінде ол осы әзілдердің кез келген бесеуін орындайды. Қойылым кезінде орындалған әзілдердің реті маңызды емес болса, онда әзілкеш қанша түрлі әзіл топтамасын жасай алатынын табыңыз. Енді оны табу үшін бізге комбинаторика формулаларын білуіміз керек болады. Комбинаторикада тор көздер әдісі бар еді. Тор көздер әдісімен шешейік, соған түседі біз. Бізде 5 түрлі ән айтылғандықтан 5 тор көз салып аламыз. 1, 2, 3, 4 дейміз дағы. Енді бізде 10 түрлі әзіл бар, общий. Бірінші әзілге 10-ның кез келген айтылады. Сондықтан мына біріншісіне 10 деп жазамыз. Екіншісіне уже біріншісінде айтылған әзіл біреуін айтамыз ғой, я? Соны айта алмаймыз. Өйткені уже 2 рет бір әзілді айтпаймыз ғой, я? Қойылымда. Сондықтан бұл жерде уже 9 болады. Одан кейін 8, 7, 6 болып осы азап кетеді. Тағын осылардың барлығын бір-біріне көбейтіп шығамыз. 10-ды 9-ға, 38-ге, 7-ге, 6-ға көбейтіп шығамыз. 90, 720, 4040, 30240 болады, я? 30240-қа тең болады. 30240 түрлі топтама жасай алар екен біздің әзілкешіміз. Жауабымыз А вариантында тұр. Қатар белгілі бір заңдылықпен берілген 1, 2, 4, 8, x, 32, y дейді. Осы болса, y квадрат бөлінген x квадрат өрнегінің мәнін табуымыз керек екен. Енді оны табуымыз үшін бұл жерде бізде 2-ның дәрежелері берілген екен. Яғни бізде 2-ның 0-ші дәрежесінен басталған 1-ге тең, 1. 2-ның 1-ші дәрежесі тең болады 2-ге. 2-ның 2-ші дәрежесі тең болады 4-ге. 2-ның кубы тең болады бізде 8-ге. 2-ның 4-ші дәрежесі уже бізде не болады? X болады. Бұл тең болады бізде 16-ға. 2-ның 5-ші дәрежесі тең болады 32-ге. Сосын уже мына жерде y табамыз. Y тең 2-ның 6-ші дәрежесі тең болады 64-ге. Енді бізге айтады, y квадрат бөлінген x квадрат өрнегінің мәнін табуымыз керек екен, я? Y квадрат бөлінген x квадрат мәнін табуымыз керек. Енді біздің y-іміз неге тең болды? 2-ның 6-ші дәрежесі, яғни 64-ге тең. 2-ның 6-ші дәрежесінің квадраты. Ал мына бетте x-іміз неге тең болды? 2-ның 4-ші дәрежесіне. 2-ның 4-ші дәрежесінің квадратына тең болды. Енді бізде мынандай заңдылық бар. Дәреженің дәрежесі көбейтіледі деген, я? Яғни 6 жерде 2 деп аламыз. 2-ның 6 көбейту 2-ні алатын болсақ, 12 болады. Сосын астында 2-ның 4 жердегі 2-міз 8-ші дәрежесі болады, я? Енді негіздері бірдей сандарды бір-біріне дәрежесімен бөлген кезде дәрежелері азайтылады деген бар. 2-ның 12 минус 8-ші дәрежесі не тең болады бұл дегеніміз. Яғни 12-ден 8 азайтатын болсақ, 4 болады, я? 2-ның 4-ші дәрежесі бізде нешеге тең болды? 16-ға тең болды. Яғни біздегі мына өрнектің мәні 16-ға тең болады екен.
Так, төмендегі жауаптардың ішінен айырмасы 0,1-ге тең болатын бөлшектерді анықтаңыз дейді. Бұл жерде біздің бұрыс бөлшектермен, ондық бөлшектермен жұмыс істей алатын неміз қасиетіміз сыналатын болады бұл жерде дағдымыз. Енді 5-тен 1 дегеніміз бізде 0,2 тең, 3-тен 2 дегеніміз ондай ондық бөлшек екенінде, немесе ортақ бөлім береміз, азайтқан кезде. 5-тен 1 азайтылған 3-тен 2. Ортақ бөлім 15 болады. Мынаған 3-тен береміз, мынаған 5-тен береміз. Еске түсіріп алайық. Бұрыс бөлшектер қалай азайтатын еді. Ортақ бөлімге 15 бердік. 3-ті 1-ге көбейтсек 3, азайтылған 5-ті 2-ге көбейтсек 10. Так, 15-тен минус 7 шығар екен, Значит, бұл емес жауабымыз. Бізде жауап С вариантында тұр. Немесе Б вариантын тексерейік. 5-тен 2, азайтылған 4-тен 1 дейді. Енді екеуінің ортақ бөлім бізде 20. Мынаған 4-тен береміз, мынаған 5-тен береміз. 4 жерде 2-міз 8, азайтылған 5 жерде 1-міз 5 болады. Яғни 20-дан 3 болады. Бұл 0,1-ге тең емес. Бұл да жауап болмайды. Енді С вариантында айтады 5-тен 3, азайтылған 2-ден 1 дейді. Ортақ бөлім бізде 10 болады. Мынаған 2-ден, мынаған 5-тен береміз. Так. Сұрайын. Так, 5-тен береміз. 2 жердегі 3-міз 6, 5 жерде 1-міз 5. И 10-нан 1 болады. 10-нан 1 деген ондық бөлшектен алған кезде қалай болады? 0,10-нан 1 болады. Тағын біздің бір жауабымыз С варианты болады екен. Так, суретке сәйкес келетін теңдікті анықтауымыз керек екен. Бұл информатика таңдағандар үшін проблема болмау керек. Өйткені бұл информатикадағы ең көп келетін сұрақтардан бірі. Бұл үшін бізде мынандай формула бар. Барлықтарының өзін білдіретін мағыналары болады. Ал біздегі енді бұл жерде есебіміз қайсысына тура келеді. Біріншісінде айтады, А мен Б-ны біріктірген кезде С-ға тең болады. С дегеніміз екеуінің біріккен жері ғана, Ал бізде мынау жалпыны алып тұр. Значит, бұл емес, А варианты емес. Б вариантында бұл да тура келмейді. А-ның ішіндегі С деп тұр, Б-ға тең болады, олай емес. Ал енді С вариантында А мен Б-ның юнион дейді, ағылшыншада юнион дейді. Юнион болған жағдайда С-ға тең болады дейді. Яғни А мен Б-ның қиылысқан жері С-ға тең дейді. Дұрыс қой, А мен Б-ның қиылысқан жері, қиылысып тұрған жері, мына оранжевый болып тұрған жері бізде неге тең дейді? С-ға тең дейді. Значит, біздегі бір жауап осы болады. Мекемедегі 35 қызметкердің 25-і ағылшын тілін, ал 15-і неміс тілін біледі. Екі тілді қатар білетін қызметкерлер санын табыңыз дейді. Енді Эль-Ирвин диаграммасы, бірінші болып біздің істейтін жұмысымыз не еді? Ең ортасындағы барлығына тиесілін тауып алуымыз керек. Ал бізден соны сұрап жатыр бізден. Ортадағы X болады бізде. Ал сосын кері бағытпен жұмыс істейміз, Ал неміс тілін білетіндер 14-15 екен. Неміс тіліндегі 15. Мынаның ішіне не деп жазатын едік? 15 азайту X. Ортасындағын азайтып шығатын едік. Ал мынақты 25 ағылшын тілі дейді. 25-дің өзін жазбаймыз, не жазамыз? 25 минус X деп жазамыз. Енді осылардың барлығын қосқан кезде не шығады? Бізде барлық қызметкерлер саны келіп шығу керек. Жазайық, 25 минус X қосылған ортадағы X. Оған қосамыз, мынақты 15 минус X-ті. 15 минус X-ті. Осылардың барлығын қосқан кезде біздегі барлық жұмыскерлер саны, қызметкерлер саны шығу керек. Яғни 35 шығу керек, Енді осылай болатын болса, мына минус X пен плюс X-іміз қысқарады деп алайық. 25-ке 15-ті қоссақ, бізде болады 40. 40 минус X тең болады 35-ке. Енді минус X мына бетке өткіземіз, плюс X болады. Ал 35 мына бетке өткізетін болса, 40-тан 35 азайтсақ, 5 болар екен. Яғни X-ті бізден алдық. Ортада екі тілді білетін қызметкерлер саны 5 екен. Суретте үлкен квадраттың ішіндегі сары түспен боялған кіші шаршылардың аудандарының қосындысы үлкен квадраттың ауданынан
қанша кем екенін көрсетіңіз дейді. Енді оны табуымыз үшін біз бірінші үлкен тауып алайық. Үлкен шаршының қабырғасының ұзындығы неше тең екен тауып алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, иә. 6-ға тең екен. Енді шаршы болғандықтан мына бетте 6 болады. Енді шаршының ауданын табайық. Шаршының ауданын табу формуласы қалай еді? S тең A квадрат, иә. Яғни бір қабырғасының квадраттасақ, біз шаршының ауданын тапқан боламыз. Енді үлкен шаршының ауданын табуымыз үшін 6-ны квадраттаймыз. 36 болар екен. Енді сары шаршылардың ауданын санап шығайық. Оларды санаған кезде қолмен санасақ та болады, немесе формула қойып санасақ та болады. Мына жерде 1 тұр, мына жерде 4 тұр, ал мына бетте 9 тұр, иә? 9. Яғни S сары деп алайық. Сарылардың қосындысын табамыз. 1 плюс мына жерде 4 плюс мына бетте 9 қосатын болсақ 14 болар екен. Немесе осыны мына формула қойып шығарсақ та болады. 1-дің квадраты 1, ал 2-ның квадраты 4, 3-дің квадраты 9 деп шығарсақ более дұрыс болады. Бірақ бұлайша санаған кезде мына жылдамырақ болады. Ал енді екеуінің арасында разницаны табуымыз үшін, n-ді табуымыз үшін біз не істеуіміз керек болады? Үлкен шардың ауданынан азайтуымыз керек болады сары шарларды. Сары шарларды алатын болсақ, 36-тан 14 азайтсақ, 22 болады, иә? Жазайық. Үлкен шары 36, сары шарлар 14-ке тең. Азайтатын болсақ, 22. 22-ге кем екен деп айтамыз. Мына жауап 2 рет қайталанып кеткен. Қатар белгілі бір заңдылықпен берілген 4, 16, 36, 64, x, y болатын болса дейді, x плюс y бөлінген 100 өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Енді оны табуымыз үшін мына жерде заңдылықты анықтауымыз керек, иә? Байқаған болсақ, бұл жерде 4, 2-ның квадраты, 16, 4-дің квадраты, 36, 6-ның квадраты, 64, 8-дің квадраты, иә? Яғни жұп сандардың квадраттары берілген. Жазайық, 2-ның квадраты 4, 4-дің квадраты 16, 6-ның квадраты 36 деп берілген, иә? Келесі, мысал үшін, 8-дің квадраты 64. Енді келесі жұпсан бізде неше? 10 болады, иә? 10-ның квадраты бізде 100 болады. Яғни, бұны былай жазайық. X тең 10-ның квадраты тең 100 деп алайық, иә? Сосын y-ті жазайық. Y тең 10-нан кейінгі жұпсан бізде 12-ның квадраты. 12-ның квадраты бізде неше болады? 144, иә? Енді бізден сұрап жатыр x плюс y бөлінген 100. Жазайық. X плюс y бөлінген 100 тең. X-тің орнына біз қоямыз 100-ді, қосылған y. Y-іміз бізде 144-ке тең. Бөлінген 100. Так, қосатын болсақ, 244 бөлеміз 100-ге. Яғни 2,144 шығар екен. Өрнектің мәні 2,144-ке тең екен. Сурет бойынша сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. Бүгін көп есептеріміз заңдылыққа байланысты болды. Шаршы, дөңгелек болып тұр, байқаған болсақ. 2-ні 2-ке көбейтсек 4 болады, 4-ті 2-ке көбейтсек 8 болады, 8-ді 2-ке көбейтсек 16 болады, болмай қалады, иә? Онда бұлай істейміз. 2-нің квадраты 4-ке тең, 4-тің квадраты десек 16 болмай қалар екен. Мына квадраттарды квадраттаймыз, дөңгелек кезінде 2-ке көбейтеміз. Мына дәрежеге аламыз мына жерде. 2-нің квадраты 4, 4-ті 2-ке көбейтсек 8. 8-дің квадраты 64, 64-ті 2-ке көбейтсек, не болады? 120, так, 128, иә? Басынан түсінірек. 2-нің квадраты бізде тең болады 4-ке. Сосын дөңгелек болған кезде көбейтеміз. 4-ті көбейтеміз 2-ге, тең болады 8 шықты. Сосын мына жерде квадрат болған кезде 8-дің квадратын аламыз. 8-дің квадраты бізде 64. Сосын дөңгелекке барған кезде не істейтін едік? Көбейтеміз. 64-ті көбейтеміз 2-ге, тең болады 128-ге. Жауабымыз 128 болады. Назарларыңызға рахмет.
Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.